бастайық олай болса. Так, бүгінгі тақырып бізде дисбаланстар. Яғни олай бастайық. Яғни бізде бұл трейдинг екі жақты ашқанда күрес деп айтуға болады. Яғни ол қалай? Яғни бір жақта сатушылар бар, бір жақта сатып алушылар бар. Яғни жаңағыдай бычий дейді, медвежий дейді, яғни екі жақты күрес дейді ғой. Сол мысалында келтірген, яғни сатушылар олар жаңағыдай аюлар, сатып алушылар ол бұқалар деген сияқты. Жалпы мынау шартистер ол қара мен жаңағы құлай алған кезде былайша айтқанда сатушылар басым болды деген сөз, өскенде сатып алушылар басым болды деген сөз. Яғни бізде екі түрлі болады. Біреу баланс болады, сосын дисбаланс болады. Яғни баланс деген ол тепе-теңдік деген сөз. Яғни бір белгілі бір диапазонда тепе-теңдік болу, мысалда ол жаңағыдай боковик дейміз ғой. Сатушылар мен сатып алушылар екеуіне де былайша айтқанда қанағаттанатын баға, былайша айтқанда. Соны біз не дейміз? Баланс дейміз. Боковик дейді, рейндж дейді, консолидация дейді, разница жоқ. Соны біз баланс дейміз. Ал мынадай трендовый жағдайлар болады ғой, мынау сияқты. Мынау мысалда, немесе мынау деген сияқты. Оның барлығы мына жерде мысалда боковик болды. Бұл бізде определенный баланс. Мына бір жақта мысалда бұл, яғни бұлар дисбаланс болады. Яғни трендовый движение ол дисбаланс болады. Яғни мына жерге жазып қойайық. Баланс дегеніміз боковик. Дисбаланс дегеніміз тренд қой, былайша айтқанда. Лонг немесе шорт. Яғни трендовый қозғалыс. Енді баланс болған кезде ол понятное дело екі жаққа да тиімді деген сөз. Яғни сатушылар мен сатып алушыларға да екі жақта баға тиімді. Мысалында сіздер базарға баратын болсаңыздар, ол жерде де бір сауда. Мысалында біреу алма сатып тұр дейік. Алма сатып тұрса, мысалында бір саудагер алма сатып тұр. Сосын мысалында мына жерде біреу мысалында килограмм 500 теңгеден сатып тұр деп, мына жерде условно біреу тұр. Оның қарама қарсы екінші тұр. Ол мысалында 450-ден сатады. Яғни мына жерде жүрген адамдар қайтеді, яғни мынаның бағасын алғысы келеді. Сосын мына жақта үшінші біреу тұрады, ол алады да 400-ден сатады. Яғни не істейді? Алманың бағасы, былайша айтқанда, мына жерде саудагерлер, жаңағы сатушылар көп болған сайын, алманың бағасы қайтеді, құлай бастайды. Енді мысалында бұл жаңағыдай сатып алушылар, жаңағы сатушылар көп болған кезде. Яғни баға не істейді? Жаңағы басында 500 болды. Содан кейін 450 болып қалды. Одан кейін тағы көбейген сайын бағамыз арзандай береді. Төмен қарай 350 ары қарай кете береді деген сияқты. Енді бір жағдай бар, мысалында аукционда дейік. Аукционда бір құнды картинаны сатып жатыр дейік. Бастапқы мысалында бағасы $1000 болсын. $1000 болсын. Енді жаңа аукцион басталмай тұрып бастайды, сосын біреу алады да жаңағыдай
1200 береді деген сияқты. Не істейді? Бағамыз керісінше қымбаттай береді. Ары қарай там 1500 береді біреу. Яғни бұл жерде сатып алушылар көбейген сайын бағада қайтеді өсе бастайды. Яғни бұл да жаңағыдай трейдингқа мысал деп айтуға болады. Бұл графиктің жүруі бойынша. Яғни мына жақтан сатушылар көп болған сайын мына баға құлайды, сатып алушылар көп болған сайын баға қайтеді өседі. Яғни мынау алтынның графигі, яғни алтынды былайша айтқанда бұл енді мемлекеттер алады, көбінесе Қытай алады дейді. Европа, бүкіл әлем алады алтынды. Алтынды сатып алған сайын жаңағыдай әртүрлі мемлекет алсын, крупный инвесторлар алсын, оның бағасы қайтеді өседі. Алтынды сатқан сайын бағасы қайтеді төмендей береді. Бұл енді қарапайым мысалда түсінікті деп ойлаймын. Яғни мынау баға арзандаған сайын бізде не істейді? Ол шортқа кетеді. Баға өскен сайын жаңағы спрос дейді ғой. Спрос көбейген сайын баға өсе береді. Спрос құласа баға түсе береді. Осы түсінікті деп ойлаймын. Енді мысалында былай делік. Мысалында көліктің шиналары бар мысалында. Көліктің дөңгелектері. Яғни летний, зимний деп бөлінеді ғой мысалында. Яғни күздің кезінде баға қайтеді өсе бастайды. Қыс бойы өседі да, көктем кезінде, яғни жаңағы қысқы шиналар, оның бағасы қайтады құлай бастайды. Неге? Себебі оған спрос азая береді, яғни бағасы құлай береді. Яғни бір аз адамға мысалында ол керек болады деп айтқанда. Яғни мынау мысалында белгілі бір бағаға дейін өседі, мысалы 100 мыңға дейін өседі. Сосын құлаған кезде, допустим, 2-3 есе құлайды деген сияқты. 50 мыңға құлайды мысалында. Қайтадан мысалында ол бастапқы қалпына келеді, немесе жартыс бағасына келеді. Келесі сезон бастағанда баға қайтадан өседі мысалында. Яғни бұл да мысалында былай қарасаңыздар трейдинг графигіне ұқсайды, көрсеңіздер. Яғни біз өткенде структураны өттік қой. Яғни баға өседі, коррекция болады, тағы да өседі, коррекция болады, тағы да өседі, коррекция болады деген сияқты. Мына график тура соның былайша айтқанда екеуі бір-біріне ұқсас, иә. Яғни бұл жерде де солай. Яғни мысалы алтын графигін алсақ, алтын өседі, сосын мысалында 1000 жеттік делік. 1000 жеткеннен кейін мысалында жаңағы нарыққа қызықсыз болады, қымбат болып кетеді бағасы. Яғни не істейді? Баға қайтадан құлайды. Құлаған кезде ол жартысына примерно келеді. Жартысы деген ол примерно 750 келді. Содан кейін мына 750-ге келгенде қайтеді. Яғни бағана ғана 1500 болып тұрған ол 2 есе құлады. 2 есе құлағаннан кейін қайтеді, тағы да қызық бола бастайды. Яғни тағы да қайтеді, сатып ала бастайды. Яғни сондықтан баға өседі. Солай ары қарай кете береді деген сияқты. Бұл да жаңағыдай баға неге өседі, неге құлайды деген соған жауапты. Яғни бізге керегі ол дисбаланстар. Дисбаланстар дегеніміз не? Яғни мынадай боковикте тұрса біз айттық баланс дедік. Трендовый движение кетсе, ол бізде дисбаланс. Яғни дисбаланстар бізде белгілі бір дисбаланстар бар арнайы. Соны жазайық. Қандай түрлері бар? Бірінші түрі ол бізде имбаланс. Имбаланс кейбір жерде ФБК дейді. Екеуі негізі барлық бір имбаланс дейді. Имп деп қысқартып айтады. Яғни бұл дегеніміз
белгілі бір жақ, мысалында егерде монголы имбаланс болатын болса, бізде қайтеді бағамыз, яғни жерде сатып алушылар басым деген сөз. Яғни имбаланстар болса. Егерде керісінше бізде шорт имбаланстар болатын болса, онда ол қайтеді жақта сатушылар басым деген сөз. Енді имбалансты өткен сабақта көрсеткен, қазір көрсетеді. Яғни бізде мынадай свечаларымыз болады, мысалында. Свеча, сосын ортасында бір үлкен свеча болады. Сосын тағы кішкентай свечасы болады. Яғни фитильдары болса осылай. Фитильдары болуы мүмкін. Жалпы сіздерге қызықты ол мына мысалында. Мынау бірінші болсын. Мынау екінші свеча, мынау үшінші свеча. Үшінші свечамен мына бір жерімен шартауы кетіп бара жатыр. Яғни мынаның ашылғанымен, мынаның жабылғанын, ең төменгі нүктесінің аралығы бізде не болады? Ол имбаланс болады. Яғни мынада фитиль болмаса, онда денесіне оқып қоясыз. Яғни мынау шартауы имбаланс. Тура осылай лонговый имбаланс болады. Мынау лонг имбаланс. Яғни мына бірінші свеча, екінші, үшінші свеча, солардың фитильдарын араластырды. Соның аралығы бізде имбаланс болады. Так. Келесі екінші түрі бізде ол гэп. Гэп деген не? Гэп деген ол мысалында обычно дүйсенбі күндері болады. Дүйсенбі күні нарық өйстіп мысалы жабылсын. Сосын келесі жері өйстіп бірден былай шыққанда секіріп кетеді. Секіріп кеткеннен осы мына жерде пустата болса, оны гэп дейміз біз. Яғни гэп қазір көрсетсем оны қалай. Ол көбінесе мына оандан сайтында болады. Оандан графигіне өткен кезде мына қарасаңыздар мынадай шыққанда разрывтар, оны гэп дейміз. Мынау гэп. Мынадай гэп. Осындай ашқан разрыв көрсеңіздер, оның барлығы не болды екен? Гэп болады. Так. Гэп бойынша түсінікті ма барлығы? Жоқ кетті. Бірінші бізде жаңағы имбаланс болды. Екінші гэп. Так, үшінші ол бізде волюм имбаланс.
volume imbalance деген не? Яғни бұл гепке ұқсас, бірақ та мынадай болу керек. Былай свич ашылады, былай ашылады. Яғни осындай кішігірім разрыв, мынадай фитильдарымен шығып тұру керек, кішкене фитильдармен жабу керек. Мынадай фитильдармен пустота қалмау керек, былайша айтқанда, бос қалмау керек. Соның аралығын мына денесінен алыстырмақ. Денесінен екінші свечаның денесінен дейін. Ол бізде volume imbalance болады. Так, графиктен көрейік қазір. Так, міне қараңыздар. Міне мына аралық не болады? Бізде volume imbalance болады. Яғни мына жерде фитильдары болу керек, міндетті түрде. Мына басталады. Мына жерден басталады, арасы фитильмен жабылған. Сол имбаланстың түрі. Бұлар енді volume имбаланстар өте сирек кездеседі. Бірақ та жаңағыдай бағаны жақсы терек былайша айтқанда. Так. Жақсы түсінікті деп ойлаймын осы жерден көрсеңіздер. Например. Так, одан кейін үшінші бізде төртінші бізде яғни inversion imbalance дейді. Инверсионды имбаланс. Ол қалай? Кез келген имбалансты үстіне мысалында мынау жаңағыдай шарталы имбаланс болатын болса, соны мысалында лонговый келіп денесімен үстіне бекитін болсақ, мынау шорт имбаланс деп алайық. Яғни баға мысалында құлап келеді, имбаланс тастап кетті. Сосын қайтадан өсіп, мынаны тесіп өтетін болса, денесімен бекитін болса, ол не болады? Ол жаңағыдай инверсион имбаланс болады. Қысқаша біз IFV дейді. Яғни имбаланстар тесіліп өтетін болса. Яғни қалай ол? Так. Мысалында мына жерде. Шорт имбаланс не болды? Бұзылды. Бұзылғаннан кейін ол не болды? IFV болды. Мына жерде де тура солай. Мына жерде қарапайым имбаланс болды, шорталы. Соны тесіп өттік. Ол импульсный. Ол бізде IFV болды. Енді ең соңғы түрі ол бізде 5-ші. Balance price range дейді. Яғни BPR. Ол IFV-ға.
яғни BPR дегеніміз не ол? BPR былайша айтқанда бір баға келеді, мысалы шорт құлап келе жатады, былайша айтқанда импульсына құлайды, сосын бірден откуп болатын болса, бірден сатып алатын болса, сол жердегі мысалында бір шартовый имбаланс болсын, мына жерде шорт имбаланс болсын, мына жерде лонг имбаланс пайда болсын. Мынандай бір лонг имбаланс пайда болсын. Яғни осы екеуінің былайша айтқанда қабаттасқан аймағын біз BPR дейміз. Яғни мына бір аймақ. Яғни BPR. Яғни баға көбінесе келіп соны тест жасап, имбаланстың мына бір бөлігі емес, именно осы жаңағы екі имбаланс қабаттасқан жерін көбінесе тест жасайды да, сосын барып қана лонгқа кетеді мысалында. Немесе тура солай шортқа. Яғни мына бір жерде лонговый имбаланс бар. Баға құлады да, мына жерден шартовый имбаланс жасап кетті. Яғни осы екеуінің қосылған бөлігі BPR дейміз. Осы аралық. Яғни мына жақтан баға қайтадан үстіп қайтып келіп, тест жасап, сосын барып қана келеді. Так, енді графиктен көрейік. Яғни мына жерден импульсына құлады, мына жерде шорт имбаланс жасап кетті. Сосын мына жерде мына жерде жоқ. Мысалында мына жер. Мына жерде шорт имбаланс бар. Оны ашқанда жоғары қарай келді да. Мына жерде лонговый имбаланс бар. Осы аралық бізде не болады? BPR болады. Так. Так, міне жақсы пример. Шорт имбаланс. Лонг имбаланс. Осы аралық бізде не болады? BPR болады. Яғни баға не істеді? Қайтып осы жерден тест жасады. Дисбаланстар осымен болды. Сұрақтарыңыз болса, микрофон қосып қоя беріңіздер. Қалай? Соңғысын қайтадан көрсетіп жібересіз бе, қалай не қылады екен? BPR-ды ма? Иә, соны. И ол кезде баға оны обязательно не қылу керек пе, тест етіп үстіге кету керек қой да? Оны жарып өтіп кетпей ма? Жоқ, ол жерде тест міндетті түрде деген ұмытыңыздар, негізі трейдингте ондай міндетті түрде 100% деген әңгіме болмайды. Жалпы былайша айтқанда мықты зона болады да, құр имбаланс, құр мысалында лонговый имбаланс тұрса, қасында BPR тұрса, BPR-дан қарастырған более жақсырақ болады да, былайша айтқанда мықтырақ болады BPR.
Так, мына жерде алсаңыздар болады. Мына шорт имбаланс тұр. Ана жерде лонг имбаланс тұр. Осы екеуін былайша айтқанда яғни осы жер BPR болады. Именно ол мынадай болу керек та. Былайша айтқанда баға құлау керек, импульстің екінші жағы былайша айтқанда сатып алу керек. Немесе баға өсу керек, қайтадан құлау керек деген сияқты. Бұлай болмайды да, мына былай. Соны құлады, біраз жүрді, сосын барып өссе, ол уже BPR болмайды да. Яғни мынадай бір птичка V-образный болу керек та. Осындай. Мына жерде қарасаңыз, резко құлады. Қайта көтерілді. Сұрақ қойса болады ма? Ассалаумағалейкум. Анда BPR болу үшін, мысалы, бағана қыз айтып отырсыз ғой, баланс қалу керек деп. Бұл екеуі де бір таймфреймде болу керек пе, или әртүрлі бола берсе болады ма? Мысалы, біреуі 1 сағаттықта, екіншісі условно 5 минуттықта. Жоқ, 1 сағатта. Екеуі де 1 сағат. Бір таймфреймде болу керек, иә? Хорошо, рахмет. Так, енді бұны қайда қолданамыз деген сияқты. Бұны енді имбаланс белгілі, ол зерк ашу үшін қолданамыз. Геп апта басталады ғой, немесе күн басталады, сол кезде мынадай былайша айтқанда алтын байқасаңыздар, жаңағы суббота воскресенье күні демалады. Белгілі бір бағаға келеді, тоқтайды, тұрады, сосын сондай осы 2 күн аралығында бір жаңалықтар, әлемдегі политический жаңағы оқиғалар болса, онда қайтеді, баға мысалы өсіп кететін болса, ол мына жерден ашылады мысалы. Осындай баға негізі жұма күні мына жерде жабылған, дүйсенбі күні мына жерден ашылды. Яғни осы аралық бізде геп болады. Геп осы имбаланс айырмашылық осы. Сосын гептің тағы бір айырмашылығы көбінесе жаңағыдай имбаланс тест жасалмауы мүмкін, бірақ геп практически көбінесе жаңағыдай тест жасалады. Имбаланс тест жасалмайды кетіп қалған. Геп тест жасалу керек. Яғни енді міндетті түрде сол күні тест жасау керек деген шарт жоқ, бірақ бір тест жасайды әйтеуір. Сосын былайша айтқанда геп пен имбаланс тұратын болса, геп мықтырақ болады имбаланстан қарағанда. Так, волюм имбалансты мен қатты қолдана қоймаймын. Инвершн имбалансты қолданамын. Яғни оны белгілі бір мысалында қай жақтың басым екенін анықтау үшін, баға қайда баратыр, соны анықтау үшін қолдануға болады. Баланс BPR-да тоже арасында ғана қатты қолданбаймыз. Осы үшеуін көп қолданамын. Алар енді біліп жүру үшін, кругозор үшін деген сияқты. Мұнаны енді қолдануға болады. Яғни екі мысалында имбаланс тұрса, бір имбаланс мысалында оның астында BPR тұратын болса, мына жерде бір лонговый имбаланс тұр дейді. Баға мына жерден келіп көбінесе кетпейді. Сіздер мына бір жерге келіп, именно BPR-ға толтырып, сосын барып сделка ашу үшін ғана ғой. Яғни мына бір жерден кетіп барататын болса, ол көп өтірік болады. Сосын қайтадан былай тест жасап, сосын барып кетті. Бұндай жағдайлар болған. Яғни BPR мықты зона имбаланспен салыстырғанда.
сұрақтар болса қойсаңыздар болады. Видеосын саласыз ғой да? Кешір. Рахмет. Так, Smart Money'да қаншасы тек? Примерно 60-70% тек болады. Яғни 10 сделканы бір 6-7 тек болады. Жаңағыдай үшеуін енді ықтималдылыққа жібереміз. Жаңағыдай логикаға кейбір кезде бағынбай, мысалы бүгінгідей имбаланстардан лонг күтіліп еді, бірақ та оны тесіп өтті, шортқа кетіп қалды деген сияқты. Сондай моменттер болады. Одан ешкім қашып құтылмайды, бола береді. Адам бұған жаңағыдай бейімделу керек. Былайша айтқанда, сіз өзіңіз торговый стратегияңызды құрасыз, сделкаларды осындай аламын дейсіз. Оны мысалы бір тест жасайсыз ба, сондай белгілі бір тесттен өткізесіз. Мысалында сіздің win rate дейді жаңағы, жетеуі тейк, үшеуі стоп деген. Жетеуі тейк деген жаңағы 70% win rate деген сөз. Сол win rate'іңіз 70% болғандықтан сіз мысалында бір определенный сделкаларды ғана ашасыз. Сондай сделканы мысалы келгенде сіз міндетті түрде сол сделканы ашуыңыз керек. Сіз стоп болады, тейк болады, разница жоқ, сіз сондай сделка болды, сіз ашуыңыз керек міндетті түрде. Яғни оны сіз білмейсіз да, именно нешінші жаңағыдай. Мысалында бір 10 сделка болуы мүмкін. 10 сделканың 6-7 тейк болады, мысалы. Тейк келеді, тейк келеді, сосын стоп болады, мысалында. Тағы тейк келеді, тейк болады, тағы стоп болады, мысалында. 7 сделка болады, тағы да мысалда тейк болады. Келесі тейк болады, мысалында. Яғни сіз білмейсіз да, ол қай нешінші рет келеді. Мына жерде 6, 9, соңғысы мысалында стоп болады деген сияқты. Сіз білмейсіз да, бұл нешінші сделка екен. Бірінші ма, екінші ма, яғни үшінші ма. Яғни мына бір жерде стоп болып қалды, ол келесісін ашпайсыз. Яғни келесі дәл сол сделканы сіздің тейк болып кеткеніңіз. И сіз жаңағыдай долгой срокта ұтылатын боласыз. Яғни мына сделкаңыз тейк, сосын тағы стоп алып қалдыңыз. Ой, болды, мен ашпаймын десеңіз, келесіде. Яғни келесі сделкаңыз тейк болады. Одан кейін тағы тейк болады. Сосын ғана барып стоп болады. Ол енді ықтималдылық. Кешіресіз, менде мынандай сұрақ болып тұр да. Мысалға, жоғар жақта гэп пайда болды дейік. И баға өсіп келе жатыр да, сол гэпке барып, гэптің қасынан біз шорт іздей береміз ба сонда? Гэпті алып төмен түседі дегендей. Гэптің ішінде сіз модельдер бар да, арнайы мысалы. Имбаланстан алатын модель бар, немесе ликвидностьті шешкен кездегі алатын модельдер бар. Сонымен де жасасаңыз дұрыс болады да, жерден кіші таймфреймнен конфирмдер күту арқылы. Яғни кіші таймфреймден слом болады, немесе имбаланстар пайда болады деген сияқты ордер блоктар қолдансаңыз. Сондай кіші белгілерін көру арқылы біз үлкен таймфреймнің мысалында сол жерден шортқа кетейін деп жатқанын түсінесіз да. Сосын барып сделка ашасыз. Әрине ол жерден стоп та болуы мүмкін, бірақ сіздің ықтималдылығы жоғары болады. Яғни кіші таймфреймнен көп конфирм алған сайын слом бар, имбаланстар бар, ордер блоктар бар. Соның барлығы қосылып отырып сізге мысалында ықтималдылық жоғарылатады да, мысалы
70%-тен жоғарылатады. Сіз мысалы ары қарай шорт аласыз. Стопыңызды қоясыз, тегіңізді қоясыз. Бір ғана гэпқа сенудің қажеті жоқ қой. Мысалы, мына жерде гэп тұр, соған баға жетті и содан құлайды дегендей. Жоқ, ол жерде енді андай қарамаңыз, трейдингта мысалы жаңағыдай гэпқа келді, болды, ол жерден 100% реакция алады деген, немесе имбалансқа келді, ол жерден болды 100% реакция алу керек деген. Жоқ, ондай емес. Реакция алуы да мүмкін, реакция алмауы да мүмкін. Ешкім сізге оны айта алмайды да. Ол мысалы гэпқа келгеннің өзінде де ол гэп мысалы тура бір тиіп қана кетіп қала ма, немесе тереңірек тест жасай ма, оны тоже ешкім айтпайды сізге. Яғни оны барлығын үш таймфрейммен қарап отырасыз, 3 минут 5 минут өтіп аласыз, сосын жаңағы структураға қарап отырасыз, сосын барып қана сделкаңызды ашасыз. Просто жаңағыдай гэпқа келді екен, мына жерден болды реакция алу керек деген сен сонда қателесесіз. Мына жерде тұрған бесеуіне де байланысты ғой да. Бесеуі де бүйтіп шығып тұрғанына қарай біз басқа да нелер, сигналдар қарауымыз керек.